Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге осындай ауызда еритін өте өгілмелі чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама подписаться етуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен тұзды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін ұн мен разрыхлителді бірге араластырып, жұмыртқалы массамызға құйып, жақсылап тұрып қамырды илейміз. Бастапқыда осылай вилканың көмегімен қою болғанға дейін араластырып, одан кейін қолмен жақсылап тұрып қамырды иледім. Қамырды илеп болдым. Қамырымыз осындай тығыз болып шығады. Енді оның бетін жауып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін осылай дәл видеодағыдай етіп, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырды жаю барысында осылай ұн сеуіп отырып жаямыз. Қамырымыздың барлығын жайып болғаннан кейін дәл видеодағыдай етіп, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, осылай кесіп шығамыз. Барлығын кесіп дайындап алдым. Осындай болып шықты. Енді ыдысымызға майымызды құйып, осылай аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Бұл аз-аздан саламыз, себебі бұл үлкейіп осылай өседі. Сосын қызарған соң осылай түсіріп аламыз жеке ыдысқа. Чак-чагымыз осындай өгілмелі болып шығады, өте дәмді болып шығады. Үстіне сгущенка немесе сахар қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар болады. Мен осылай сгущенкамен барлығын бір қабат араластырып алдым. Кейіннен тағы да бетіне әсемдік үшін тағы да аздап сеуіп шықтым. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кунжуттан жасалған печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын, достар. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп алыңыз. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.